Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Мына суреттерге қарап отырып, бүгінгі сабақтың тақырыбын болжап көріңдер. Қалай ойлайсыңдар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кім туралы, не туралы болуы мүмкін? Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі туралы болады. Яғни қысқаша Қожа Ахмет Яссауи туралы мәліметтер аламыз және кесене туралы толығымен танысатын боламыз. Алдымызға қоятын мақсатымыз ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану. Ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып графиктік мәтін түрінде қарастыру. Бағалау критерийлері: мазмұндауда, ойын жеткізуде тілдік құралдарды орынды қолданады, ақпараттарды кесте, сызба түрінде құрастырады. Енді келесі тапсырмада балалар берілетін дескриптор қосымша деректермен жұмыс істейді, әңгімелеуде тілдік құралдарды дұрыс қолданады. Жаңа айтып кеттім, Қожа Ахмет Яссауи туралы қысқаша мәліметтер аламыз деп балалар. Қожа Ахмет Яссауи шамамен 1093 жылы дүниеге келген, 1166 жылы қайтыс болды. Ол қазақ халқының байырғы мәдениетінің тарихында айрықша орны бар ұлы ақын, сопылық поэзияның негізін салушы, ұлы ойшыл. Ақынның туған жері қазіргі оңтүстік Қазақстан облысының Сайрам ауданы. Біздің заманымызға дейін оның әлемдегі ең көне түркі тілді кітап саналатын Диуани Хикмет, яғни даналық кітабы атты еңбегі бізге жеткен. Түркістан қаласында қайтыс болғаннан кейін осы қалада жерленген Қожа Ахмет Яссауи Әзіреті Сұлтан аталып, басына 14-ші ғасырдың аяғында атақты Темірлан күмбез орнаттырды. Темірланды тарихтан балалар Ақсақ Темір атымен де білесіңдер. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі орта ғасырлық сәулет өнері ескерткіші. Түркістан 1896-1399 жылдары Әмір Темірдің бұйрығыменен Қожа Ахмет Яссауидің қабірінің басына тұрғызылған. Көптеген жазба деректерге қарағанда, болашақ құрылыстың жобасын жасауда Ақсақ Темірдің өзі қатысып, негізгі өлшемдерді анықтаған деген деректер кездеседі. Кешеннің сыртқы қабырғаларының қалыңдығы балалар 2 метр, ол орталық залдың қабырғасы 3 метр. Оның ішінде 35-тен астам бөлме бар. Қабірдің есігі піл сүйегімен әшекейленген. Сондай-ақ кесене ішінде кітапхана, Яссауи өз өмірінің соңғы күндерін өткізген жер асты қылуеттері, жаңа туған нәрестелерді дәріптейтін шілдехана бөлмесі орналасқан. Ал енді шаруашылық кешенінде құдықхана бар. Құдықханадан алынған суды киелі деп санап, мұсылмандар мерекесі кезінде тай қазанды толтырып, сол судан құлшылық етушілер шөлдерін қандырады екен. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі балалар тарихи мәдени мұра ретінде 19 ғасырдың соңына қарай ғылыми тұрғыдан зерттеле бастады. 1978 жылы Қожа Ахмет Яссауи республикалық мұражайы ашылды. 1989 жылы Қазақстан Республикасы үкіметінің шешімімен Әзірет Сұлтан қорық мұражайы ұйымдастырылды. Ал енді 2000 жылы Түркия елімен жасалған келісім бойынша жүргізілген ғимаратты қалпына келтіру жұмыстары аяқталды. 2003 жылы маусымда Парижде өткен ЮНЕСКО-ның 27-ші сессиясында кесене дүниежүзілік мәдени мұралар тізіміне енгізілді. Балалар, бұл мәліметтердің барлығы Қазақстанның ұлттық энциклопедиясынан алынды. Ол туралы сендер оқулықтың 15-ші бетінен де қарап танысып ала аласыңдар. Енді балалар, осы берілген ақпараттар бойынша хронологиялық кесте құрып көрейік. Жаңа өздерің естіген ақпараттарың бар, қосымша берілген, және оқулықтың 15-ші бетінде берілген ақпараттарға сүйене отыра хронологиялық кесте құрамыз.
Яғни 1093 жылда жаңа айтылып кетті балалар. Бұл Қожа Ахмет Яссауидің дүниеге келген жылы. 1166 жыл Қожа Ахмет Яссауидің қайтыс болған жылы. 14 ғасырдың аяғында күмбез орнатылды дедік, яғни кесене орнатылды. 1978 жылы республикалық мұражай ашылды. 1989 жылы Әзірет Сұлтан қорық мұражайы ұйымдастырылды. 2000 жылы ғимаратты қалпына келтіру жұмыстары аяқталды. Ал 2003 жылы маусымда кесене дүниежүзілік мәдени мұралар тізіміне енгізілді дедік. Ол ЮНЕСКО-ның 27-ші сессиясында Парижде өткен қабылданған шешім болды. Міне осы хронологиялық кестені балалар сендер де осылайша дұрыс орындай алдыңдар деген сенімдемін. Келесі тапсырма балалар. Жаңа сабақта берілген ақпараттардың енді дұрыс бұрыстығын анықтайық. Яғни бірінші берілген сөйлем: Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Түркістан қаласында. Бұл қандай шешім екен балалар? Дұрыс шешім екен, балалар. Яғни ол Түркістан қаласында. Кесене орта ғасырлық сәулет өнеріне жатпайды. Келісесіңдер ме оған балалар? Әрине, сендер де дұрыс тапты деген ойдамын. Яғни оған біз келіспейміз, ол бұрыс. Одан кейін Қожа Ахмет Яссауи ұлы ақын, ұлы ойшыл. Қалай ойлайсыңдар балалар? Бұл дұрыс болжам ба? Айтылған сөйлем бе? Әрине, бұл дұрыс беріліп тұрған сөйлем. Енді кесенені қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. Келісесіңдер ме? Жаңаған айтып кеттік балалар. Кесенені қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. Ол қай жылы аяқталды деп едік? 2000 жылы аяқталды дедік. Яғни бұл сөйлемді де біз дұрыс деп келісеміз. Кесене тарихи мәдени мұралар қатарына жатпайды. Қалай ойлайсыңдар балалар? Бұл дұрыс па, жоқ әлде бұрыс па? Әрине, сендер де дұрыс таптыңдар деген ойдамын. Бұл бұрыс. Себебі кесенені біз жаңаған айтып кеттік балалар. ЮНЕСКО-ның шешіміменен дүниежүзілік тарихи мәдени мұралар тізіміне енгізілді деп. Яғни бұл тапсырманы да менімен бірге дұрыс орындай алдыңдар деген сенімдемін балалар. Енді үйге тапсырма. Мәтінді сұрақтарға жауап бере отырып әңгімелеп көріңдер. Кім, не, қашан, қайда, не істелді, нәтижесі қандай болды, яғни нәтижесінде не алдық, не шықты, не болды деген сияқты. Міне осы бойынша берілген ақпараттардың барлығын негізге ала отырып, жауап беріп, әңгіме құрастырыңдар. Енді бүгінгі сабаққа кері байланыс беріп көрейік. Мына кестені пайдалана отырып, шығу парағын толтырыңдар. Яғни, бүгінгі сабақта қызықты болды. Не қызықты болды балалар? Соны бірінші бағанға жазамыз. Құр қызықты болды деп қоймаймыз, нақты не қызықты болды сендер үшін? Бәрін түсіндім. Яғни, түсіне алдым. Өзіме осындай мәліметтерді алдым, білдім деген сияқты бұны да жазып шығасыңдар екінші бағанға. Үшінші бағанға қиын болды. Тапсырмаларды орындау барысында немесе берілген ақпаратты қабылдау бойынша не сендерге қиындық тудырды? Соны мына үшінші бағанға ашып көрсетіп жазасыңдар. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.